Біздің данныйлар бойынша лаборатория осы жерде болып тұрған сияқты. Бұл жерді мұз басып, заброшенный болып кеткен, сондықтан да кіру оңай болмас. Көпшіліктің айтуы бойынша осы жерде адамның клеткаларын күшейтетін және де өмірін ұзартатын зат бар. Біз бұл жерге осыны білу үшін келдік. Аха, мынау есік. Біз бекер инструмент алған жоқпыз ғой. Есік суыққа қатқыған. Мен істеп көрейін. Қара, қанның іздері. Онда не болған? Білмеймін, бірақ өте жаман нәрсе болған. Мынау адам бұл жерден қашқысы келген, бірақ қаша алмаған сияқты. Бұның аяғы жоқ, не екенін білмеймін. Жалғастырып кете берейік. Генераторды қосу керек. Светті қосайық. Бұл жерде тірі қалған адамдар қалған шығар. Иә. О! Мәссаған, түрі жаман екен, бірақ мені қорқыту оңай. О! Оны қорқынышты екен, жарайды, мені қорқыттың. Естідің бе? Мынау қойма ғой, бұл жерде тірі қалған адамдар болу керек. Абайла, бұл жаман ой сияқты. Қам жеме, мен әшейін көрем. Мәссаған, зомбилар. Сендер кімсіңдер? Біз Россиядан келген зерттеушілерміз. Сендердің СОС деген белгілерге келдік. Сендерге жету қиын болды. Сендер адамдарсыңдар ма? Бәріміз менің кабинетіме барып, бәрін түсіндірем сендерге. Мынау қойма емес пе? Иә, менің жолым болды десек те болады. Мен қоймада өмір сүрдім. Арктикта біздің өміріміздегі ең бай жерлердің бірі. Бұл жерлерде мұнай, газ және тағы да басқа заттар. Біз бұл жерлерден мұнай, бедрок және тағы да басқа заттар алғанбыз. Бірақ бедрокпен бірге бізге және тағы басқа майға ұқсас зат берілді. Біз оны дұрыстап микроскоппен қарауды шештік. Сөйтсек ол паразит екен. Келесі күні біз паразитті тышқанға салып көрейін деп шештік. Бірақ тышқан әлсіз жануар болғандықтан ол 1-2 минуттан кейін өліп қалды. Сосын біз өзіміздің қаріліктен өлейін деп жатқан итімізге сынап көрейін деп шештік. Бірақ ол оянды, бірақ 2 сағаттан соң ол да өліп қалды. Бұны естіген әкімшілік бізге пожизненный срогі бар қылмыскерлерді жіберді. Біз ол қылмыскерлерге осы паразитті салуды шештік. Қылмыскерлер осы паразиттің арқылы тез, шапшаң, мықтырақ болды. Осы күні менің коллегам қылмыскерлерді көруге келді. Мына жақта бір нәрсе болып жатыр. Ешкім білмеген, өйткені паразит анау адамның ішін, миын бәрін басқаратын еді. Менің досым мені шақырды, ал біз оған қарағанда ол монстрға айналып кеткен екен. Азанда мен өте қатты айқайлаған дыбысты естідім. Және менің коллегам жүгіріп келді. Аяқта зомбилар шығып кетті. Мен сос белгісін жіберуді үлгердім. Кейін қоймаға барып тығылып қалдым.
Бірінші басында мен адамдардың айқайлаған дауысын естідім, кейін зомбилардың. Осылай мен 2 ай бойы сіздерді күттім. Бұл жерден қашып шығу керек. Бірақ біз эксперименттің результаттарын алып шығу керекпіз. Олсыз біз вирусты жеңе алмаймыз. Егер тыныш барсақ, зомбилар бізді естімейді. Сондықтан жай бару керекпіз. Мына одасты кім тастаған? Бізді жеп тастайды. Василий, қағаздарыңды алып ал, біз бұларды ұстап тұрамыз. Жарайды, қазір. Мынау ғой менің запистерім. Біреулеп келді. Мен саған күрекпен. Қаштық, мен бәрін алдым. Қазір мен біреуін өлтірейін. Ары кет. Арман жоқ. Мынау мені тістеп алды. Кеттік. Жай жүрге болмайды. Оны құтқара алмаймын. Саған не болып кетті өзі? Біреу есіктерді ашып тастапты. Давай, жүгіре бер. Тоқтама. Алақай, біз бұл жерден 2 айдан кейін шықтық. Иван, вертолетті шақыр. Мен жаралы сияқтымын. Ешін кетпейді, біз сені жазып аламыз. Мынау лаборатория қардың астында шіріп кетсін. Президент мырза, біздің лаборатория бәрі ойдағыдай аспады. Инфекция, вирус. Это феномен, честно говоря. У меня были большие опасения, такого никогда раньше не было. Нанесло ли это ущерб нам? Бәрі өліп қалды, тек қана мен қалдым. Мы не виноваты. Причем здесь русские? Русские, что ли, там занимались этой, кухней? Бірақ көп ученыйлар орыстар болды. Конечно, ничего хорошего нет. Біз лабораторияны жауып тастадық. Енді не істейтінімізді білмей тұрмыз. Вчера уже сказал, повторю, сегодня времени на раскачку у нас нет. Надо действовать. Болады, президент мырза. Бүгіннен бастап вируске қарсы заттарды қолданамыз.